Баршаңызға сәлем, менің есімім Айгүл. Бүгін біз сіздермен өте жеңіл, дәмді, әрі бір жегеннен баршаға ұнайтын сүтті қыз тортын пісіретін боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Арнам ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ары қарай біз ісімізге көшейік. Алдымен табағымыздың ішін сүртіп, тазалап аламыз. Одан кейін 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап миксерлейміз. Жақсылап жұмыртқаны ағарғанша жақсылап миксерлеуіміз қажет. Ондай жағдайда нанымыз жақсы көтерілетін болады. Бастапқы кезде біз миксердің ең жай несіне қоямыз. Одан кейін ғана барып жылдамдықты көбейтетін боламыз. Жұмыртқамызды миксерлеп болғаннан кейін үстіне бөлме температурасындағы немесе ерітілген сары майымызды саламыз. Неғұрлым сары майды ерітіп сұйық күйінде салсаңыздар, ол деген жақсы араласатын болады. Яғни комочек болып қалмайды. Жақсылап араласады. Ендігі біз сгущенкамызды саламыз. Барлығын жақсылап қосып араластырамыз. Бұл торт өте нежный, яғни жұмсақ, өте дәмді болып табылады. Кез келген той-томалаққа, болмаса кез келген жиындарға жасасаңыз баршаға ұнайтын болады. Ендігі біз ұнымызды саламыз. Ұнымызды салған кезде бірінші миксерімізді өшіріп айналдырып алыңыздар. Бірден қосатын болсаңыздар, ұндарыңыз жан-жаққа шашырап, барлығын бұлғайтын болады. Сондықтан да ең алғаш рет осылай миксерді өшіріп араластырамыз. Одан кейін барып жақсылап қосып араластыратын боламыз. Мінекей біздің нанымыз, салмамыз дайын болды. Осындай айран түстес қою болып келетін болады. Енді біз нанымызды пісіреміз. Ол үшін перманентный бумагаға формамыздың көмегімен форма салып алып, яғни карандашпен немесе ручкамен сызып аламыз да, осындай 3 ас қасық көлемінде нанымызды салып, ас қасығымыздың көмегімен осылай жаймалап шығамыз. Одан кейін барып пешімізді қыздырып 180-170 градуста 2-3 минут пісіріп аламыз. Нанымыз ағырақ болып піссе әдемі көрінетін болады. Енді осы уақытта біз крем дайындаймыз. Крем дайындау үшін бізге сливки, сыр және де сахарный пудра қажет болады. Сливкиді мен осындай Чудское озеро сливкиін пайдаланамын. Торттарға президентский сливкиді өте дәмді болып келеді, бірақ та оның бағасын көптеген адамдардың қалтасы көтере бермейді, әрине қымбатырақ болып келеді. Ал мынау бізде бюджетный вариант дейді. Яғни өте орта бағадағы сливки әрі дәмді болып келеді. Енді мінекей сливкимізді өлшеп құйып алдық. Енді осы миксердің көмегімен сливкимізді араластырып дайындайтын боламыз. Ең бірінші біз ақырын қойып, кішкене 1-2 минут араластырамыз. Одан кейін барып, қатты ең жоғарғы мөлшеріне қойып, сливкимізді дайындаймыз. Осылай айналдыра отырып миксерлейтін болсаңыздар, сливкиларыңыз тез дайын болады. Негізі бұл сливки бізде сразу қоюлана түспейді. 15 минут, 20 минут күтулеріңіз қажет. Егер де олай күте алмайтын болсаңыздар, онда загуститель алып қоссаңыздар, тез қоюланатын болады. Енді осының үстіне творожный сырды салатын боламыз. Творожный сыр менде Хохланд пайдаланамын. Осындай бір тал творожный сыр саламыз. Творожный сырдың орнын сливочный сыр алмастырмайды. Қателеспеңіздер, сливочный сыр салатын болсаңыздар, торттарыңыз майлы болып, жүректеріңіз дайындататын болады. Сондықтан да тек қана творожный сырды пайдаланамыз. Сол кезде торттарыңыз өте дәмді болып шығады. Енді үстіне сахарный пудра себеміз. Сахарный пудраны көп себудің қажеті жоқ. Себебі бізде тортымыздың нанында сгущенное молоко бар. Ол наны онсыз да тәтті болып келеді.
осы тортқа қажетті ингредиенттердің барлығын мен описание бөліміне жазып қоямын. Сол жерден қарап жасасаңыздар болады. Мінекей біз творожный сырымыз, сливкеміз және де сахарный пудра барлығы қосылып араласты. Біздің креміміз дайын болып қалды. Нанымыз да пісті. Енді суыған нанымыздың үстіне осы кремімізді салып, қазір тортымызды жинайтын боламыз. Сливкиді неғұрлым холодильникте, яғни салқын температурада тұруы қажет. Және де көп осылай миксерлемеулеріңіз қажет. Көп миксерлейтін болсаңыздар, сливкиларыңыз майға айналып кететін болады. Нанымыздың мінекей ыдысымызға қойып, 3 қасық көлемінде кремімізді салып, тортымызды жинайтын боламыз. Торттың нанын онша қатты қоңыр қылдырмаңыздар. Ақшыл сары болып піссе, өте жаңағындай тортты жинаған кезде әдемі көрінетін болады. Кремнің ішінен қап-қара болып көрініп қалмайтын болады. Сол үшін де нанды аса қатты көп пісіре бермеңіздер. Золотистый сливкке келген кезде алсаңыздар болады. Тортымызды жинап жатырмыз. Мінекей, кремді аса қатты баспаңыздар, себебі басылып торттарыңыз әдемі болмай қалады. Мінекей, біздің тортымыз осындай болып шықты. Астарыңыз дәмді болсын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Арнам ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.